Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сізхазқызы. Бүгін сіздермен анемия, қан аздық туралы сөйлесетін боламыз. Бұл қандай ауру, не үшін пайда болады, қандай клиникалық белгілері бар, және неврологияда гипоксияға осы анемияның қандай қатысы бар, осы туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда комментариялар жазып, активті болып, видеомен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Өйткені мен көретін адамдар 95% маған тіркелмегендіктен тіркелулеріңізді сұраймын. Ал енді қан аздық анемия туралы айта кетейік. Бұл ауру туралы сіздер өте көп естігенсіздер. Примерно сіздер қандай клиникалық белгілері бар екен, наверное, сіздер білесіздер. Бірақ осы анемия ауруы бізде неврологияда өте жаңағыда гипоксияға қатысы көп. Яғни бізде ең жиі кездесетін анемияның түрі ол темір тапшылықты анемия. Яғни ағзада темірдің тапшылығынан бізде темір қан арқылы оттегі тасымалдайтын қызметі бар. Енді қараңыз, егер адамда анемия болатын болса, адамның ағзасында темірдің аз болғандығы. Бұл темір оттегіні бүткіл ағзаларға таратады. Ол жүрек, ол ми, ол басқа асқазан, бауыр, бүткіл ағзаларымызға, кожа, тері бізде. Барлығына бізде темір оттегіні тасымалдайды. Егер ағзада темір аз болатын болса, онда бүткіл ағзада кислородное голодание болады. Яғни оттегінің тапшылығы болады. Оттегіні тасымалдайтын темір деген элемент ағзада жоқ болғандықтан, немесе аз болғандықтан. Сондықтан бізде ең жиі неврологияда сұрақ ол гипоксия. Баласын УЗИге түсіреді анамыз. УЗИда гипоксиялық өзгерістер жазып береді. Осы УЗИмен невропатолог дәрігерге келеді. Бұл бүткіл приемда бізде жиі кездесетін сұрақ. Анамыз бізге сұрақ қояды. Бізде гипоксиялық өзгеріс бұл не үшін пайда болды? И өзінің анализдерін қарайтын болсаң, анализінде гемоглобин өте төмен. Көп жағдайларда гемоглобин төмен. Яғни өзі анасының өзінде анемия болып тұр. Сондықтан анасы өзі анемия бола тұра жүктілік болады. Бала іште жатқан кезде итак ағзада анасында анемия, кислородное голодание болып тұрады, и балаға тоже самое болады. То есть анадағы ағзасындағы бүткіл жаңағыдай витамин, микроэлементтердің барлығы арқылы біздің балаларымыз тоже сомен питание жасайды. Егер анамыздың жаңағыдай ағзасында кислородное голодание болса, міндетті түрде ол балаға да әсер етеді. Сондықтан бұл видеоны түсірудегі мақсатым бізге келіп жатқан көптеген сұрақтар осы гипоксияға байланысты. Бірақ осы гипоксияның көп жағдайда ананың ағзасындағы жетіспеушіліктердің әсерінен болатынын көбісі біледі, кейбіреулері признавать не хотят дейді ғой, яғни мойындағылар келмейді. Сондықтан сіздерге осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Енді қараңыз, анасының ағзасында анемия, баласының ағзасында анемия, екеуінде де кислородный голодание, оттегі тапшы болғаннан кейін бізде бүткіл ағзада клиникалық көріністер көріне бастайды. Егер анасы болатын болса, әлсіздік, терісінің боз болуы, тамақтануының дұрыс емес болуы, және де әртүрлі басының айлануы, жиі аурушаңдық деген сияқты, постоянно шаршап тұрады, осындай белгілер болады анасында. Ал балада қалай болады? Бала тоже самое. Бала өте әлсіз болады, жиі ауырады, және де УЗИда мысалы гипоксиялық өзгерістер деп жазады, например. Немесе балада белгілі бір осы дефициттің арқасында задержкалар болады. Яғни дамуы сәл кешігеді. Өйткені ағзасы итак дефицитта жұмыс жасап жатыр. Сондықтан ағзаға кислород жетіспегендіктен, оттегі жетіспегендіктен баланың дамуы да кешігуі мүмкін.
Бұны мен жаңағы американдық ақштың статьяларынан оқып сіздерге айтып отырмын. Көремін десеңіздер, описанияға ссылкасын тастап кетем. Осы статьяға қарап сіздер жаңағыдай жаңа осы дәлелденген мәліметтерді оқып отырсаңыздар болады. Енді бізде анасы мен баласында анемия болып жатыр, клиникалық белгілер көрініп жатыр. Енді сіздер анализ тапсырасыздар. Анализ тапсырған кезде бізде анемияның ең жиі кездесетін темір тапшылықты анемия дедік қой. Бірақ бұдан басқа бізде фолий тапшылық, фолий қышқылын жетіспейтін анемия, B12 витамин жетіспейтін анемия деген сияқты тағы анемияның түрлері болады. Сондықтан міндетті түрде жалпы қан анализін тапсыру керек. Ең алдымен жалпы қан анализінде бізде гемоглобин деген показатель төмен түседі. Гемоглобин дегеніміз ол бізде ағзада осы темірдің қаншалықты тапшылығын көрсететін показатель. Яғни гемоглобин мөлшерін қараңыздар. Егер сіздің гемоглобиніңіз 110 мен 90-ның ортасында болатын болса, онда сізде анемияның жеңіл түрі. Егер гемоглобин сіздерде 80 мен 89 бен 70-ның ортасы болатын болса, онда сізде анемияның екінші дәрежесі. Егер гемоглобин 70-тен төмен болатын болса, 70 грамм на литр деп тұрады. Одан төмен болатын болса, сізде ауыр дәрежелі анемия деген сөз, қан аздық деген сөз. Міндетті түрде бұл элементті біз көтеруіміз керек. Енді анемия не үшін пайда болады? Анемияның пайда болуының ең жиі кездесетін 4 себебі бар. Бірінші себебі ол тамақтану. Яғни тамақтану кезінде именно темірі көп тағамдарды қолданбағандықтан. Мысалы, вегетариандық болуы мүмкін, яғни ет жемейтін адамдар, немесе жаңағыдай ағзасында көп тәтті жейді, или там күнде нан мен жаңағыдай овощи, фрукты, немесе етті аз қолданатын мысалы жағдайларда тамақтанумен байланысты алиментарный анемия болады. Ол бірінші себеп. Екінші себеп ол ағзадағы жаңағыдай темірге қажеттіліктің жоғарылауы. Ол дегеніміз не? Мысалы, біздің ағзамызда темірдің қажеттілігі жоғарылайды. Мысалы, бізде егер жүктілік болатын болса, сізде темірге қажеттілік жоғарылайды. Сондықтан сізде гемоглобиніңіз төмен түсіп кетеді. Немесе баламын шала туылатын болса, мысалы, жасынан ерте босанылатын болса, 30 аптада, 34 аптада мысалы ерте босанған жағдайда баланың ағзасына, бала тез өседі ғой, тез өсетін болғандықтан, жылдам зат алмасы болғандықтан, балаға өте көп мөлшерде, оттегі өте көп мөлшерде темір керек болады. Сол кезде тоже бізде гемоглобин төмен түседі. Балада да, анасында да осындай жағдайларда анемия пайда болады. Бұл екінші себеп. Енді үшінші себеп ол іш құрылыс дұрыс жұмыс істемегенде. Егер мысалы сіздердің асқазан ішек жолдарыңызда бір проблема болатын болса, именно ағзаға темір түседі, бірақ дұрыс сіңбейді. Яғни ол асқазанда гастрит болуы мүмкін, немесе ішектегі қабыну процестері мүмкін, энтероколит дейді, немесе басқа да іш құрылыстың себептерінен ағзаға түскен темір сіңбейді қанға. Бұл үшінші себеп. Төртінші себеп ол ағзада белгілі бір жерде қан кетіп жататын болса. Яғни, егер әйел адам болатын болса, көп мөлшерде менструация болатын болса, немесе геморройынан қан ағатын болса, немесе тағы да басқа жеріне, мысалы асқазанда қан кетіп жатса, қанның мөлшері жаңағыда қан кету процесі болған кезде тоже анемия дамуы мүмкін. Ең жиі кездесетін осы 4 себебі бар. Енді сіздер ағзаңыздағы анемияны тексеріп үйрендіңіздер, клиникалық белгілерін примерно сіздер білдіңіздер. Гипоксияның осы неврологияға қатысы не екен тоже түсіндіңіздер. Енді сіздер қандай анализдер тапсыруларыңыз керек? Ең жиі сіздер жалпы қан анализін тапсырасыздар. Жалпы зәр анализін тоже тапсырасыздар. Это стандартный жалпы қан анализ, жалпы зәр анализ. Одан кейін сіздер ферритин, железо, витамин B9, B12,
обязательно тапсырасыздар. Қосымша бізде ағзада витамин D тапшылығы болады. D витамин. Осы витаминдерді, микроэлементтерді міндетті түрде тексерулеріңіз керек. Егер бұл жерде сізде ферритин, железо төмен түскен жағдайда міндетті түрде железо препараттарды қолдануларыңыз керек. Және осы анемия уақытысында қалай тамақтану керек, және де осы сіздердің рациондарыңызға ең көп темір әкелетін тағамдарды білу үшін сіздер астына мен ссылка тастап кетем. Инстаграм парақшама тіркеліп директке маған анемия деп жазатын болсаңыздар, мен сіздерге қай тағамда темір ең көп және қандай тағамдар арқылы сіздер ағзаларыңызда темірді дәрі-дәрмексіз көтере аласыздар. Осы туралы сіздерге чек-лист жіберетін боламын. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер, невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар.